Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін гармошка деп аталатын самсаның бір түрін жасап көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Барлық керек заттар описанияда көрсетілген. Ең алдымен айранға сұйық майды, тұзды және жұмыртқаның сарысын қосып, одан кейін ерітілген сары майды салып, барлығын араластырамыз. Дайын болған сұйықтықты ұнымыздың үстіне құямыз. Одан кейін вилканың көмегімен барлығын араластырып, ары қарай қолымыздың көмегімен әдемілеп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайтын болып шығады. Дайын болған қамырымызды холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге фарш, картошка, пияз қажет. Картошкамызды осылай ұсақ бөліктерге бөліп, 4 бұрыш етіп майдалап турап шығамыз. Одан кейін оны фаршымыздың үстіне саламыз. Пиязды да дәл солай 4 бұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Оны да салмамыздың үстіне салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Холодильниктен қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді әрбір бөлікті дөңгелек тәрізді етіп жасаймыз. Дайын болған қамырды ұнымызды сеуіп, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырыңыз жұқа болған сайын сіздің самсаңыз да өте жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Самса басқа самсаларға қарағанда өте ерекше. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Жұқа етіп жайып болғаннан соң осылай оқтауға орнатып, ортаға қарай қамырымызды жиырамыз. Тура видеода көрсетілгенде жасаңыздар. Оқтаудан қамырымызды осылай түсіріп аламыз. Оны пышақтың көмегімен екіге бөлеміз. Ары қарай салмасын салып, самсамызды жауып шығамыз. Негізі бұл самсаның бір ерекшелігі осында, өте тез жасауға болады. Асығыс болып тұрсаңыз, қонақ келіп қалса аяқ астынан тез жасап жүруге өте ыңғайлы. Дәл видеодағыдай екі шетін бір-біріне жауып, шет-шетін қысып аламыз. Артық қамырларды кесіп тастаймыз. Енді 180 градуста 35-40 минутқа, немесе әркімнің өз пешіне қарай 30-35 минутқа салып пісіреміз. Бетіне қалауыңызша мак, күнжіт сепсеңіздер болады. Айтқандай, жұмыртқаның сарысын ұмыт кетпеңіздер жағуды. Сол кезде осындай әдемі сап-сары болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.